Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі видеомыз Қазақстанда докторантураға қалай түсуге болады тақырыбына арналады. How to apply to PhD in Kazakhstan. Ең бірінші маңызды ескерту, яғни disclaimer, бұл бейне менің жеке тәжірибемді және PhD-де оқу процесін түсіндіреді. Көрермендерге ақпаратты қолданар алдында ресми дереккөздерді пайдаланып тексерілу ұсынылады. Бұл видеода сіздер жалпы талаптарды, мерзімдер, емтихандар, тілдік деңгейге қойылатын талаптар туралы және менің жеке тәжірибем туралы біле аласыздар. Қажетті құжаттар тізіміне келетін болсақ, бұл стандартты құжаттар ЕГОВ сайтында көрсетілген және де сіз тапсыратын жоғары оқу орнының веб-сайтынан да қарауға болады. Өтініш, магистр дипломы, жеке басты куәландыратын құжат, еңбек өтілін растайтын басқа құжатыңыз, медициналық анықтама, фотосурет, әскери билет ер азаматтар үшін, және де қазтест сертификаты, шет тілін білу туралы сертификат және ғылыми және әдістемелік жұмыстарыңыздың тізімі. Екі құжаттарды қабылдау мерзімі бар. Бірінші қабылдау мерзімі бұл шілде айларында, екінші қабылдау мерзімі бұл қазан айларында. Алайда уақыттары өзгеруі мүмкін, сондықтан да ЕГОВ сайтынан немесе қазтест ұлттық тестілеу орталығы сайтынан уақыттарды нақтылап отырғаныңыз жөн. Бұдан кейін тілдік деңгейге келетін талаптарға ескере кетсек, әр жоғары оқу орны тіл деңгейіне қойылатын талаптары әртүрлі болуы мүмкін, және де бұл өзгеруі мүмкін. Сондықтан да қаншалықты жоғары балл алғаныңыз өзіңізге жақсы болады. IELTS, TOEFL және Duolingo. Бірақ Duolingo English тесттің бір жері, бұны сіз қай жоғары оқу орнына тапсырасыз, сол жоғары оқу орнының веб-сайтынан немесе қабылдау комиссиясынан нақтылап алғаныңыз жөн. Себебі кейбір вуздар Duolingoны қабылдауы мүмкін, кейбір жоғары оқу орындары қабылдамауы мүмкін. Одан кейін қабылдау емтиханы, өзіңіздің профильдік сабағыңыздан қабылдау емтиханын уақытын ұлттық тестілеу орталығынан көресіздер. Бұл жерде профильдік сабақтардан емтихан деп отырғанымыз ашық сұрақ түрінде болуы мүмкін, эссе түрінде болуы мүмкін, және де жабық сұрақ, яғни тест түрінде болуы мүмкін, сіздің тапсыратын бағытыңызға, специальностьке байланысты. Бұдан бөлек, профильдік сабақтардан бөлек, кейбір жоғары оқу орындары сіздің ғылыми жұмыстарыңыздың тізімін, қандай да бір жетістіктеріңіз, ғылыми жетістіктеріңіздің туралы сертификаттарыңыз, стипендия немесе гранттар тағайындау туралы сертификаттарыңызды, конференцияға қатыссаңыз, байқауларға қатыссаңыз, сол байқаулардың, конференциялардың сертификаттары мен дипломдарын сұрастыру мүмкін. Яғни сізде бұл жетістіктер, тізім, ғылыми жұмыстарыңыздың тізімі, сертификаттарыңыз болса, бұл нұр үстіне нұр болады. Яғни сіздің грантқа түсуіңізге бір септігін тигізеді. Енді жеке тәжірибеме келетін болсам, мен алдын ала бағана айтып өткен қажетті құжаттар тізімін алдын ала дайындадым, қазтестті өттім және IELTS сертификатын ертерек дайындап қойдым. Одан кейін кеңес беретінім, қай жоғары оқу орнына тапсырасыз, сол жоғары оқу орнының сайтынан немесе қабылдау комиссиясынан қабылдау емтиханда келетін сұрақтарды немесе сол сұрақтар дайындалатын, қолданылатын әдебиеттер тізімін сұрастыру қажет. Яғни сіз осы бойынша профильдік сабағыңыздың емтиханына дайындаласыздар. Сол сұрақтарды әдебиет тізімі бойынша дайындаласыздар. Әр сұраққа толыққанды жауап беру керексіз және апелляцияға өтініш беруге дайын болу керексіз. Мысалға айталық, менің есімде қалған бір сұрақ, what is inclusive education? Яғни инклюзивті білім беру дегеніміз не деген сұрақ болды. Былай қарасаңыздар, бұл open-ended, яғни ашық сұрақ, бірақ та low inference. Яғни бұл сұраққа сіз what is inclusive education? Инклюзивті білім беру дегеніміз не? Бұл инклюзивті білім беру дегеніміз деп тек қана дефинициясын сұрап тұр. Негізі мына сұрақ. Бірақ сіз бұл сұраққа жауап берер кезде сіз әртүрлі ғалымдардың көзқарасын қолдана отырып, әртүрлі цитаталарын, оларды не деді бұл инклюзивті білім беру туралы, сол әртүрлі мағлұматтарды қосу керексіз. Мысалға айтатын болсақ, қандай да бір компоненттері бар ма, бөліктері бар ма, қолданылу әдісі, практикалық кеңестер, қиыншылықтары, артықшылықтары, мысалдары, және де бұл инклюзивті білім беру саласын біздің Қазақстанда қалай дамытуға болады, сіз өзіңіздің ойыңызды жазасыз. Яғни тек қана дефинициясын ғана емес, толыққанды жауап беру керексіз. Яғни мен мына жерде айтып отырған толыққанды жауап. Яғни сіз былайынша айтқанда осы инклюзивті білім беру туралы эссе жазасыз. 250-300 сөз
қатарында болды, қателеспесем менде. Яғни осылай жауап бересіз. Тек қана қысқа жауап емес, толыққанды жауап бересіз. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийде сұрасаңыздар болады. Рахмет.